Arkadaş. Hayırlı günler. Осы дәм демекші ғой. Дәм туралы айтам деп отырмыз. Осы дәм демекші, Дәуіржан ағай өзіңіз отыр екенсіз. Дәм да бізде жағдай жоқ. Дәм да 5 күн қонамыз, 5 күн елімізге қайтпаймыз. 3 мезгіл тамақ береді, завтракқа каша береді, обедке первый второй береді, ужинға котлет береді, мейрам сайын ет пен манты береді. Жағдайымыз жақсы екен ғой, ә? Жақсы көрем деген, қай-қайдағы нәрсеге еліктеп аласың. Бір кәрістің баласы келді да, қысты күні аязда бүйтіп та. Сендер соны келді да қийтып болып аласың. Қай нәрсені істейсіңдер еді? Қандай түсінбейсің? Сен жекін жағамын. Ондайды тәбіштік дейді. Былайша қарап тұрсаң, сол звонок пен будильникпен екеуі шығатын жер бір динамик болып. Сендер өздеріңді таныстырдыңдар ма? Олай болса мен таныстырып кетейін. Құрметті көрермендер, мына қыздарға әдемілеп қараңыздар. Қарасаңыздар бір передача бағдарлама көріп тұрғанды көрінеді. Мысалға, мына Әсияға қарасақ, бір мәселе бағдарламасын көріп жатқан сияқты біз, шынымен қоя, егер де дұрыс болса шапалақта отырыңыздар. Саяға қарасақ, бір қалаудың бағдарламасын жүргізіп жатқан сияқты, біз бүгінге ауыстырып жібереді сондай. Айсынаға қарасақ, бір балапан телеарнасын көріп жатқан сияқты. Бұл бүйік, мәк сондай. Нұрлайымға қарасаң, түнгі 11 жазда қылмыспен жаза көріп жатқан. Оны ойындаш, мен осы командаға сендерге серік болсын деп бір бала алып келдім. Қасса кен олды? Үш. Кімге берейін деп өтсін? Қолыңда сүт тұр екен енді. Бұл не Дәуіржан ағайыңа бер? Ішема дегенде сүт ішеді ғой, қасында Нұрбек ағайың екеуі бірге ішеді. Тақырыптан ауытқып кетті демеңіздер. Мына сүт деген негізінде химиялық тұрғыдан қараса глюкозаның ыдырауынан пайда болады. Міне тақырып сіздерге. Енді ойланып көрсең өзің, мына жерде кімге бересің? Қолым талып қалды. Дәуіржан ағайыңа артық болады ол. Ойланып көрші, кімге бер? Мына жерде кімге беріп ол? Ұлбосын апайға берсең, Ұлбосын апайға бер сенде. Енді Дәуіржан ағайдың кеше туған күні болды. Туған күні тұрған кезде Ұлбосын апайға гүл бергенін қалай болады екен? Гүл Дәуіржан ағайға екен. Енді қанша ол туған күні болса да еркек адамға гүл берген тағын қайсыз? Бұлайынша қарағанда көңілі жас гүлді Ұлбосын апайға берген дұрыс. Ағай осы волонтер жол деген не? Волонтер жол деген қараңдаршы міне. Сендер мысалы Сыпай апайдың волонтерсыңдар. Сыпай апай кімнің волонтері? Сыпай апай ана жерде отырған Нұрбек ағайдың волонтері.
Nurбек ағай кімнің волонтері? Нұрбек ағай анша тоғыршада отыр. Сол кісінің волонтері. Кімнің волонтері? Ой ағай келеді дегенше волонтер жолы бітіп қалады. Қыздар, сендер болашақта өзі қандай мамандықты таңдайын деп жатсыңдар? Мен баристаны мұғаліммін. Дина ханым бар ма? Дина апай өзіңіз қазыңызға аласыз мына кісіні. Дәуіржан ағай, ренжіме. Босатып қояр сиясыз ол. Осы еріктілер жылына сағатына 1000 теңге береді екен. Ба? 1000 теңге дейсің ба? Сонда мен бір сағатта 24 000 теңге, 2030-ға көйтсе 720 000 теңге ма? Дәуіржан ағай, өзіңіз отыра беріңіз. Волонтер боласыз. Дәуіржан ағайдың отсын қараш, құдай. Костюмын киіп, галстугын тағып, шалкеулегін үтіктеп, сыққиып келіпті. Енді ол әйелмен ақылдасып келмей қалды. Әйелімен ақылдасқан, вот слабый. Мен сізге күшті өлең арнап бердім. Маң басқан, шыдаларын шан басқан, екір кешін қом басқан, Дәуіржан ағай молодец. Мына өлең той үшін Дәуіржан ағайға ма? Негізі түйеге арналған өлең. Негізі түйеге арналған өлең. Ендеше сіздердің алдарыңызда 5 минут мелодия деген ит найт тобы.